Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 17 маусымы сәрсенбі және әлемдік қаржы нарықтары маусым айының ең маңызды оқиғасын күтуде. Бүгін ақш федералдық резервтік жүйесінің кезекті пайыздық мөлшерлеме бойынша шешімі жарияланатын болмақ. Нарықтың басым бөлігі мөлшерлемелер жалпы өзгеріссіз қалады деп күтуде, алайда инвесторлар үшін шешімнің өзі емес, ФРЖ-ның болашаққа қатысты сигналдары әлдеқайда маңызды болмақ. Бұл жаңа ФРЖ төрағасы Кевин Уорштың алғашқы баспасөз конференциясы болады. Сондықтан инвесторлар оның инфляция, экономикалық өсім және болашақтағы мөлшерлемелер туралы пікірін ерекше назармен бақылайды. Қазір нарықтағы ең басты жалпы негізгі интрига ФРЖ жылдың екінші жартысында саясатты жұмсартуға дайын ба, әлде жоғары мөлшерлемелер ұзақ уақыт сақтала ма деген сұраққа байланысты. Бүгінгі мінекей күнтізбе экрандарымызда дәл осы жағдайлар бүгінгі күннің емес, жалпы есебімен айтқанда бүкіл маусым айының жағдайын анықтайтын жалпы жаңалықтардың бірі болмақ. Және де әрине ең маңызды жағдай ол әрине де GMT уақытымен 18:00-де өтетін дәл сол ФРЖ-ның отырысы, әрмен қарай FOMC-дің жалпы пресс-конференциясы барысындағы нарыққа берілетін сигналдар. Сондықтан осы жағдайды біз сіздермен бірге мұқият талқылап отыратын боламыз, мұқият қадағалап отыратын боламыз. Ал енді асықпай бүгінгі күннің тақырыбына, негізгі жалпы тақырыбына көшетін болсақ, америкалық доллардан бастайтын боламыз. Соңғы тәуліктерде доллар индексі DXY 10 күндік минимумдарға жақын деңгейде саудалануда. Бұған тәуекелге деген тәуектің артуы және энергия нарығындағы жағдайдың біршама тұрақтануы себеп болды. Дегенмен нарық қатысушылары ФРЖ отырысы алдында ірі позициялар ашуға асығар емес. Көпшілік мөлшерлемелердің өзгеріссіз қалатынына сенімді болғанымен, ФРЖ-ның экономикалық болжамдарымен жаңа дот-плот есебі нарықтағы көңіл-күйді күрт өзгертуі мүмкін. Сондықтан дәл осы орайда біз сіздермен бірге тамашалайтын боламыз. Бірақ енді шынымен де нарықтағы жалпы доллар индексі, біз түсініп отқандай тұрақты қалатын болса, дәл осы деңгейде қала беретін болса, ол дегеніміз бізде әрине де доллар индексін төменге ұшыратын жағдайлардың бірі болып қалуы мүмкін. Әрмен қарай біз сіздермен талқылайтын әдеттегі жағдай ол әрине де еуро-доллар жұбы. Еуро-доллар жұбы соңғы күндері доллардың әлсіреуінен пайда көруде. Инвесторлар Еуропалық орталық банктың инфляцияға қатысты сақ ұстанымын бағалауды жалғастыруда. Сонымен бірге Еуропада экономикалық өсімнің баяу болуы еуроның нығаю әлеуетін шектеп отыр. Көптеген сарапшылардың пікірінше бұл негізгі қозғалыс еуро аймақтағы жаңалықтардан емес, ақштағы ФРЖ шешімінен кейін қалыптасады. Сондықтан еуро-доллар жұбы кешкі сауда сессиясында жоғары құбылмалықты көрсетуі әбден мүмкін. Сондықтан дәл сол кешкі сауда сессиясында қандай жағдайлар болатынын бірге тамашалаймыз. Бірақ жалпы есебімен айтқанда біз үшін еуроның күшеюі тосынсый болып қалмар. Сондықтан бірге дәл осы жағдайды мұқият тамашалайтын боламыз. Себебі дәл қазір енді қандай да бір жалпы есебімен айтқанда қандай да бір болжам жасау қиындау. Британ фунты туралы әңгімені әрмен қарай жалғастыратын болсақ, бұл валюталық жұптың өзі де жалпы есебімен айтқанда күту режимінде қалып жатыр. Нарық қатысушылары осы аптада өтетін Англия банкі отырысына дайындалуда. Ұлыбританиядағы инфляция әлде салыстырмалы түрде өте жоғары деңгейде болғандықтан реттеуші мөлшерлемелерді өзгеріссіз қалдыруы мүмкін деген болжам басым. Сонымен бірге фунт үшін негізгі тәуекел факторы доллар болып қала береді. Егер ФРЖ қатаң риторикасын ұстанса, фунт және доллар жұбы қысымға ұшырауы ықтимал екенін біз сіздермен жақсы білеміз. Сондықтан енді әрмен қарай тамашалайық. Көпшіліктің жалпы есебімен айтқанда дәл қазір болжамдары ол әрине де жалпы есебімен айтқанда Кевин Уорш бастаған ФРЖ жүйесі жалпы есебімен сол қатаң риториканы сақтайды деп ойлап отыр. Сондықтан бірге көреміз. Жалпы есебімен мұнай нарығында да соңғы күндері жағдай түбегейлі өзгеруде. Бұны да қазір біз сіздермен бірге талқылап өтеміз. Міне, біз көріп отқандай жағдай түбегейлі өзгеруде. WTI маркалы мұнай бірнеше аптадағы ең үлкен төмендеулердің бірін көрсетуде. Бұған мұнай жеткізілімдері бойынша алаңдаушылықтың азаюы және әлемдік нарыққа қосымша ұсыныс түсуі мүмкін деген болжамдар себеп болды. Соңғы мәліметтер бойынша, мысал үшін Brent маркалы мұнай барреліне $80 төмен түсті. Ал инвесторлар әлемдік нарықтағы ұсыныстың артуы ықтимал
жалпы ықтималдығын бағалауда. Энергетикалық нарықтағы бұл өзгеріс инфляцияға қатысты алаңдаушылықты азайтты. Кейбір экономистердің пікірінше мұнай бағасының төмендеуі алдағы айларда баға қысымының бәсеңдеуіне ықпал етуі мүмкін. Бұл өз кезегінде орталық банктердің шешімдеріне де әсерін тигізеді, бірақ дәл осы динамика сақтала береді деген ой пікірлер бізде бар. Себебі біз айтып өткендей, бүгінгі күннің тағы да бір рет шолып өтетін болсақ, мінекей дәл осы жерде жазылған заттарды көріп отырмыз. Жалпы есебімен айтқанда 18:00-де мысал үшін бізде ФРЖ-ның жалпы пайыздық мөлшерлемелерге қатысты шешімі жарияланатын болса, оған дейін 13:30-да GMT уақытымен Америка құрама штаттары президенті Дональд Трамп өз сөзін айтатын болмақ. Және дәл сол сөздері барысында ол міндетті түрде дәл осы аптадағы, яғни 19 маусым күні жоспарланған таяу шығысқа қатысты келіссөздерге қатысты ақпаратты жарияланатын болады. Швейцарияда жоспарланған жалпы есебімен кездесу бар 19 маусым күні. Дәл сол ақпараттың өзі де бүгінгі нарыққа өз ықпалын тигізетін болмақ. Сондықтан дәл осы мұнай бағасы әрмен қарай төмендеуін жалғастырады деген ой пікірлер бізде сақталуда. Әрмен қарай біз көшетін тақырып ол әрине де жапониялық иена. Жапон иенасы да тағы да назарда. Доллар иена жұбы 160 деңгейіне жақын қалып отыр. Бұл бұрын Жапония билігін алаңдаушылығын тудырған аймақтардың бірі еді. Жақында Жапония банкі мөлшерлемені көтергеніне қарамастан иена айтарлықтай нығая алған жоқ. Біз көргендей бір-ақ күн өтті. Жалпы сол пайыздық мөлшерлеме көтерілгеннен бұған ақш пен Жапония арасындағы кірістілік айырмашылығының сақталуы себеп болып отыр. Нарық қатысушылары Жапон шенеуніктерінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Валюта нарығында ықтимал араласу туралы кез келген белгі бағамның күрт өсуіне алып келуі мүмкін, бірақ әзірге дәл осы бір қалыпты жағдай әрмен қарай сақталады деген ойдамын. Біз өткен жолда дәл осындай ой пікірді айтып өткен едік. Ал жалпы есебімен канадалық доллар туралы айтатын болсақ, әдетте мұнай бағасының төмендеуі канадалық валютаға жалпы қысым алып келеді. Сондықтан соңғы күндері америкалық және канадалық доллар жұбына қосымша қолдау пайда болды. Алайда бүгінгі негізгі драйвер ретінде тағы да ФРЖ шешімі қарастырылуда. Егер доллар нығайса, канадалық валюта қысым астында қалуы мүмкін. Ал егер ФРЖ жұмсақ мәлімдемелер жасаса, мұнайдың арзандауына қарамастан канадалық доллар тұрақтылығын көрсетуі әбден ықтимал. Сондықтан көрейік қандай жағдай болатынын, бірақ менің ойымша енді жалпы есебімен айтқанда көпшілік инвесторлар, көпшілік сарапшылар дәл қазір Америка құрама штаттарының федералдық резервтік жүйесі қатаң риториканы сақтайды деп ойлауда. Сондықтан бұл әрине де канадалық валюта үшін енді жағымды жаңалықтар деп айта алмаймыз. Сондықтан әрмен қарай өсу динамикасын көрсетуі де әбден мүмкін. Ал алтын нарығына да жалпы көшетін болсақ, алтын нарығында да маңызды шешім алдында тұр. Соңғы күндері алтын бағасы қайтадан өсе бастады және унциясына $4300 жоғары деңгейлерде саудалануда. Инвесторлар бір жағынан геосаяси тәуекелдерді, екінші жағынан ФРЖ саясатының болашағын бағалауда. Сарапшылардың пікірінше бүгінгі кеште алтын үшін негізгі фактор мөлшерлемелердің өзі емес, ФРЖ-ның болашаққа қатысты риторикасы болады деп ойлайды екен көпшілік сарапшылар. Егер реттеуші жоғары мөлшерлемелерді ұзақ сақталатын меңзесе, алтын қосымша қысымға ұшырауы мүмкін. Ал жұмсақ риторика бағалы металға жаңа қолдау береді. Сондықтан менің ойымша енді бұл орайда біздің ой пікіріміз белгілі. Сондықтан алтын бағасы төменге ұмтылады деген ойдамыз. Қор нарықтарында сақтық басым. Америкалық және еуропалық индекстер ФРЖ шешімі алдында айтарлықтай қозғалыссыз саудалануда. Инвесторлар жаңа тәуекелдерден қабылдаудан көрі орталық банктың мәлімдемесін күтуді жөн көріп жатыр. Сонымен қатар бүгін ақш-та бөлшек сауда статистикасы мен мұнай қоры бойынша деректерде жарияланатын болмақ. Бұл көрсеткіштер нарықтағы құбылмалықты күшейтуі мүмкін. Осылайша бүгінгі күннің басты тақырыбы федералдық резервтік жүйесінің шешімі
екені бізге 100% анық. Нарық мөлшерлемелерінің өзгеріссіз қалуын күтіп отыр, алайда трейдерлер мен инвесторлар үшін ең маңызды FED-ның алдағы айларда арналған болжамдары мен Кевин Уорштың алғашқы баспасөз конференциясы болады. Дәл осы мәлімдемелер доллардың, еуроның, фунттың, алтынның, мұнайдың, жалпы әлемдік қор нарықтарының келесі бағытын анықтауы мүмкін. Осымен достар, біздің бүгінгі кішігірім брифингте өз мәресіне жетіп жатыр. Жағдай әлі де өте қызықты болуда. Дәл сол бүгінгі ақпаратты біз сіздермен бірге мұқият бақылайтын боламыз, және Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып хабарламаларды қосып алыңыздар. Сіздермен бірге болған Амаркес Қазақстан YouTube арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.